15 ғасырдың соңы 16 ғасырдағы қазақ хандығы. Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы. Ең басты мақсаты Сырдария бойы үшін күресті. Сыр бойындағы қалалар сауда экономикалық жағынан өте стратегиялық маңызы болды. Сырдария бойы қалалар үшін күрес жүргізгендер қазақтар, моғолдар және шайбанилар сыр бойында қалалар үшін күресті. Мұхаммед Шайбани Әбілқайыр ханның немересі 1468 жылы Әбілқайыр хандық ыдырағаннан кейін немересі Мұхаммед Шайбани Орта Азияға қарай кетті. Бұл жерде Мәуереннахр жерінде билік құрған Әмір Темір әулеттерімен соғысып жеңіске жетті. 16 ғасырдың басында Мәуереннахрдың жерінде Мұхаммед Шайбани мемлекеті пайда болды. Оның ең басты мақсаты Дешті Қыпшақтағы атасы Әбілқайыр хандығы кезіндегі мемлекетті құру керек болды. Мұхаммед Шайбани ең басты қарсыласы қазақ хандығы. Осы 1510 жылы Мұхаммед Шайбани Иран шахы Исмайылмен соғыста Мерв деген жерде қаза тапты. Мұхаммед Шайбанидің қаза болуымен Шайбани мемлекеті екіге бөлініп кетті. Енді бұл Шайбани мемлекеті 16-17 ғасырлардағы орталық Азияны билеген әулет. Осы Мәуереннахр жерінде Әмір Темір ұрпақтарының орнында құрылып, осы қазақ хандығымен сыр бойы үшін көп күрескен, соғысқан мемлекеттің бірі болды. Бұрындық хан, жалпы қазақ хандығының негізін қалаған Керей хан. Керей ханнан кейін таққа Жәнібек хандар отырды. Бұл екі ханның нақты билеген жылдары айтылмайды. Тек 1465 жылы Керей хан таққа отырды деп айтылады. 1470 жылдары Керей хан қайтыс болғаннан кейін орнына немере інісі Жәнібек хан таққа отырған. Ал 1474 жылы Жәнібек хан қайтыс болғаннан кейін таққа Бұрындық хан отырды. Бұрындық ханның билеген жылдары 1474-1511 аралығында басқарды. Шығу тегі Керей ханның ұлы. Жалпы Бұрындық хан өте қайсар, мықты, жауынан қорықпайтын, тайсалмайтын батыр болған. Оған дәлел ретінде Ибн Рузби ханның мәліметін айтуымызға болады. Аттарыңа мініңдер, жауға аттанамыз деп бұйрық берген. Яғни жау іргесіне жау келген болса, хандықтың іргесіне, сонда ешкім тайсалмастан бар күшімен жауға қарсы аттанған екен. Осы Рузби ханның айтуы бойынша, тағы да басқа деректер бойынша, Бұрындық ханның басқа хандардың айырмашылығы билікті өмірінің соңына дейін ұстап тұра алмады. Себебі өмірдің соңғы кезінде Мұхаммед Шайбанимен арнайы келіссөз жүргізді. Бұл қазақ халқына ұнаған жоқ. Соған байланысты Бұрындық хан өз еркімен тақтан кетуге мәжбүр болды. Ал тарихи Рашиди еңбегіне сүйенетін болсақ, Бұрындық хан өзінің жақын серіктерімен Самарқанға қарай кетіп қалды. Бір дерек бойынша онда қыз күйеу баласы тұрады дейді. Соған осы Бұрындық хан өмірінің соңғы уақытын осы Самарқан қаласында өткізді. Қасым хан тұсында қазақ хандығы. Бұрындық ханнан кейін таққа Қасым хан отырды. Қасым хан 1511-1518 жылдары басқарды. Қасым ханның шығу тегі Жәнібек ханның баласы. Жалпы Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуы бойынша, осы Қасым хан алғашқы Бұрындық ханның кезінде белгілі сұлтан және атты әскердің басшысының бірі ретінде айтылады. Кейін Қасым ханның беделі өсіп, хандық дәрежеге көтерілді. Осы ғалымның тарихи Рашиди атты еңбегінде Жошы ханнан кейін Дешті Қыпшақты дәл Қасым сияқты қуатты әмірші басқарған жоқ деп Қасым ханға өте жоғары баға береді. Жалпы Қасым ханның билікке келуімен қазақ хандығында Жәнібек ұрпақтарының қолына көшті. Жәнібек ұрпақтарының билігі қазақ жерінде 16 ғасырдан бастап 19 ғасырға дейін созылды. 19 ғасырда кіші жүзде, орта жүзде хандық басқару жүйесі жойылғаннан кейін барып, Жәнібек хан ұрпақтарының билігі тоқтады. Қасым ханның сыртқы саясаты.
Жалпы мақсаты Сырдария бойындағы қалаларды қайтару керек болды. Сонымен қатар 1513 жылы Қасым хан өзінің әскерімен Сайрам қаласына жорық жасайды. Нәтижесінде қаланың тұрғындары бұл қаланы ұрыссыз, яғни соғыссыз беріледі. Сонымен қатар Қасым ханның тұсында ноғайлармен қарым қатынас, яғни сол кездегі маңғыт жұрты жайықтан әрі қарай еділге қарай көшуге мәжбүр болды. Бір қатары қазақ хандығымен достық, туысқандық байланыс орнатты. Моғолдармен қарым қатынас. Осы 16 ғасырдың басында Моғолстанның ішіндегі талас тартыстан Моғолстан мемлекеті әлсірей бастайды. Сол кезде Моғолстанның бір бөлігі қазақ хандығы құрамына келіп қосылды, ал бір бөлігі 16 ғасырдың басында Қашқария мемлекетін құрып алған болатын Шығыс Түркістан аймағында. Мәскеу мемлекетімен қарым қатынас қалай болды? Екі елдің арасында алғашқы байланыстар орнатылды. Бұл сауда байланыстары болды. Жалпы ең алғаш Мәскеу мемлекетімен қарым қатынас Қасым ханның кезінде 16 ғасырдың басында жасалынды. Қазақ ханның сол кездегі шекарасы Сырдарияға дейін, оңтүстігіндегі шекарасы, сонымен қатар Жетісуға дейін созылды, және солтүстігінде Ертіске дейін, батысында Жайыққа дейінгі жерде қазақ ханның жер аумағы алып жатты. Қасым ханның ішкі саясаты. Қасым ханның тұсында халықтың саны 1 миллион адамнан асты, ал әскерінің саны 300 мыңға дейін жауынгер шығара алды. Қасым ханның қасқа жолы деп өзінің заңдар жинағын шығарды. Бұл заңдар жинағы деректер бойынша 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің атауы мүліктік заң, екінші қылмыстық заң, үшінші әскери заң, төртінші елшілік салт ережесі, бесінші жұртшылық заңдар деп аталады. Қасым ханның жерленген жері Сарайшық қаласында Жайық бойында орналасқан, яғни ең соңғы өмірі Сарайшық қаласында өтті, осы жерде жерленді. Қасым хан туралы дерек қалдырған ғалымдар Мұхаммед Хайдар Дулати, Ибн Рузби хан және Бабыр. Хақназар хан. Қасым хан қайтыс болғаннан кейін таққа оның ұлы Мамаш хан отырды. 1518-1522 жылдары қазақ хандығын басқарды. Бірақ шайқас кезінде Мамаш хан қаза болды. Мамаш ханнан кейін таққа Тахир хан, одан кейін Бұйдаш хандар отырды. Екі ханда 16 ғасырдың 20-30 жылдарында басқарды. Тахир хан бұл Жәнібектің ұрпағы, бұл табиғатынан қатал болған деп сипатталады, шет жерде дүние салды. Осындай қиын жағдайда Хақназар хан таққа отырды. 1538-1580 аралығында басқарды. Қазақ ханның ең ұзақ басқарған хан деген сұрақ болатын болса, Хақназар ханды белгілеп жібереміз. Шығу тегі Қасым ханның ұлы. Хақназар ханның ең басты ерекшелігі Қасым хандығынан кейінгі жерді қазақ хандығының жерін қайта қалпына келтірді. Хақназар ханның сыртқы саясаты. Бұл ханның кезінде жағдай өте шиеленісті болып тұрды. Жаулар өте көп болды қазақ ханның жеріне қызыққан. Жалпы ханның саяси қызметі қазақ қоғамын біріктіру, өз елінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, шекараны қалпына келтіру керек болды. Ноғайлармен қарым қатынас өте күрделі сипатта болды. Себебі 16 ғасырдың 60-70 жылдарында Ноғай ордасына жорық жасайды. Нәтижесінде Ноғай хандығының халқының бір бөлігі қазақ хандығының құрамына қосылды. Соған байланысты деректерде Хақназар ханды қазақтар мен ноғайлардың ханы ретінде айтылады. Жетісу жеріндегі халықты өзіне қосып алып, қазақ пен қырғыз ханы ретінде айтылды. Сібір хандығымен қарым қатынас. Сол кезде 16 ғасырдың басында Сібір хандығы өте қиын жағдайды бастан кешірді. Себебі Ресей мемлекеті Сібір ханның жерін басып алу үшін Ермак бастаған Сібір казак әскерін жіберді. Нәтижесінде Сібір хандығының да енген кейбір рулар, тайпалар осы қазақ хандығының құрамына қосылды. Бұқара хандығымен қарым қатынас.
Жалпы Хақназар хан сол кездері солтүстігінде көршілері Сібір хандығымен және ноғайлармен, ойраттармен шабуыл жасау үшін, олармен күресу үшін осы Абдаллах бастаған Бұқара ханымен достық және әскери одақ туралы ант беріскен келісім жасайды. Бұл келісім Қазақ хандығының оңтүстігіндегі шекарасын уақытша нығайтып, бар күшті солтүстікке жұмылдыруға септігін тигізді. 1580 жылы Хақназар хан Баба Сұлтанның қолынан қаза болды. Абдаллах ханнан оның туысқаны Баба Сұлтан бөлек шығып, өзін Ташкенттің билеушісі деп жариялайды. Сол кезде Хақназар хан Баба Сұлтанды қолдайды және Абдаллах ханды қолдайды. Міне осы әрекетін біліп қойған Баба Сұлтан 1580 жылы Хақназар ханды өлтіруге өзінің жансыздарын жіберді. Мәскеу мемлекетімен қарым-қатынасы бұл кезде Мәскеу мемлекетінің билеушісі Иван Грозныймен елшілік қарым-қатынастар орнатылды. Тәуекел хан тұсында Қазақ хандығы. Жалпы Хақназар хан қайтыс болғаннан кейін таққа Шығай хан отырды. Жәнібек ханның ұрпағы 1580-82 жылдары басқарды. Жалпы осы Баба Сұлтан қарсы жорықта Шығай хан қаза болды. Шығай хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына ұлы Тәуекел хан отырды. 1583-1598 жылдары Қазақ хандығын басқарды. Қазақ ханның бұл кездегі басты мақсаты өзінің қарсыласы Баба Сұлтанның көзін құртып, Хақназар ханның кегін алу керек болды. 1582 жылы Тәуекел хан Баба Сұлтан қарсы жорыққа шығады. Сөйтіп бұл жорықта Баба Сұлтан қаза болды. Ал Абдаллах хан Тәуекел ханның жастығын пайдаланып, Қазақ хандығының шекарасына шабуыл жасай бастайды. 1583 жылы Тәуекел хан Хақназар хан тұсында Абдаллах ханмен жасалған шартты бұзады. Сөйтіп Қазақ-Бұқар соғысы басталады. Тәуекел ханның сыртқы саясаты. Ең сыртқы саясатының басты бағыттары Сырдария бойы үшін күрес, Сырдария бойында қалаларды қайтару және Сібір ханы көшімен күрес болды. Сол кезде Тәуекел хан өзінің дипломатиялық әрекетінің арқасында ұлдарының бірін Қарақалпақ руларының басшысы қылып тағайындап қояды, ал інісін қалмақтардың басқарушысы етіп тағайындап қойды. Сол кезде мана айтқан болатынбыз, Қазақ-Бұқар соғысы басталды. 1597-1598 жылдары Ташкент пен Самарқан арасында бұқарлықтарды жеңеді және Мәуереннахрдың жеріне басып кіреді. Ресеймен қарым-қатынас. Жалпы бұл елшілік қарым-қатынастарда болды. 1594 жылы Мәскеуге өзінің елшісін жіберді. Елшіліктің басты мақсаты өзінің туысқаны Ораз Мұхаммед Сұлтанды тұтқыннан босату және орыстардан от қаруды алу, өзінің жауларына қарсы пайдалану керек болды. Сонымен қатар 1598 жылы Бұқара қаласында қатты жараланып, Тәуекел хан қаза болды.